Сәлем достар, сіздермен бүгін шифоновый бисквиттің рецептісімен бөлісетін боламын. Каналымнан алыстамай, каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, пікір қалдыруларыңызды ұмытпаңыздар. Ал бізге керек масалықтарымыз: ұн, сұйық май, разрыхлитель, жұмыртқа, қант, сүт. Разрыхлителімізді ұнымызға салып, араластырып дайындап қоямыз. Жұмыртқаның ағы мен сарысынан ажыратып аламыз. Жұмыртқаның ағына сарысы араласып кетпеу керек. Жұмыртқамыздың сарысына сұйық май, сүтімізді қосып, араластырып аламыз. Осылай венчикпен немесе блендермен де араластыруларыңызға болады. Осылай бір келкі масса болғанша араластырып бір шетке қойып қоямыз. Енді жұмыртқамыздың ағына шым-шым тұз салып, кішкене көпіртіп аламыз. Міне осылай көпіртіп алдық. Енді аз-аздап қантымызды сала бастаймыз. Белогымызды қатты араластырып жібермеңіздер. Қатты араластырып жіберсеңіздер, сіздердің белоктарыңыз слишком воздушный болып кетеді, түйіршік болып қалуы мүмкін. Торттың ішінде көрініп тұрады, аппақ болып, ол уже дұрыс консистенция емес, қыздар. Жұмыртқаның осылай ыдысымызды төңкерген кезде белогымыз ағып кетпеу керек. Жұмыртқаның сарысына ақ массамызды 3 бөліп қосамыз. Бірақ онымен араластырып, кезегімен қосып отырамыз. Осылай төменнен жоғарыға қарай араластырамыз. Қатты араластырудың қажеті жоқ. Бастысы ұлғайып тұрған консистенциямызды бұзып алмауымыз қажет. Осылай төменнен жоғарыға араластырамыз. Видеода барлығы анық көрсетілген. Осылай осындай масса болып шығады. Енді осы массамызды формамызға қоямыз. Менде 22 диаметр, сіздер 21-20 диаметрде де пісірсеңіздер болады. Егер торттың биік болуын қаласаңыздар, 2 формаға бөліп 16-18 диаметрге бөліп пісірсеңіздер де болады. Ал енді осы массамызды қызып тұрған духовкамызға 170 градус 40 минутта пісіріп аламыз. Міне бисквитіміз дайын. Бисквиттің дайын болғанын шпажкамен білсеңіздер болады. Егер шпажка құрғақ шықса, бисквит пісті деген сөз. Осы бисквитімізді 10-15 минутқа решеткаға төңкеріп қоямыз. Міне мен бисквитім 10-15 минут решеткада тұрды. Осындай биік, пышный, жұмсақ, керемет бисквит болып шығады. Осындай жұмсақ. Бұл бисквит ешқандай пропитканы қажет етпейді. Құрамында сүт, сұйық май болғандықтан пропитканы қажет етпейді. Енді осы бисквитімізді пищевой пленкаға орап, холодильнигімізге салып қоямыз. Холодильникте 3 күн, морозильникте 1 айға дейін сақтасаңыздар болады. Менің бисквитім холодильниктен шықты. Осындай керемет бисквит болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Кез келген қыз-келіншектерде бір жасағаннан шығатын бисквит. Бұл бисквитке кез келген крем қолдансаңыздар болады. Өте керемет, өте дәмді бисквит болып шығады. Ішкі дүниесі осылай. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Пікір қалдырып, комменттеріңізді күтемін. Назарларыңызға рахмет.